айтты, енді супрематизмді жаңағы Малевич ойлап тапты ғой. Бұл жерде қалай айтсам екен, өзі екі бағыт бар деп отырмыз, оны неге адамдар екі түрлі ойлайды? Өйткені өзі Малевич оқуға түсе алмайды ғой, бәлен рет тапсырып, сурет саласында негізі жолы болмаған кісі ретінде белгілі. Эмоция, импрессия, импрессионизм шығады ғой. Демек, бұрынғы бейнелеу көркем сурет өнерінің басты мақсаты адамды бәз қалпында айнытпай салу болатын. Айнытпай салу. Кейін ал фотография пайда болғаннан кейін бұл керек жоқ болып қалды. Иә. Сондықтан біз рухани әлемді алға шығаруымыз керек. Абстракционизмді біздің қоғам әлі түсініңкіремейтін секілді. Сонда импрессионизм эмоцияны берді дейміз, сол кездегі көңіл күйді берді, негізінен айнытпай салудан бұрын. Ал абстракционизм қандай ұғымдарды бейнелейді? Менталды әлем, эмпирикалық жаңағы әлемнен, менталды әлем дейді ғой, рухани әлемге көштік біз. Ал рух жаңағыдай абстракциялық, авангардтық картиналарды қарасақ, онда рухани әлем. Онда жан болады. Бір сөзбен айтқан кезде, оны қарапайым адам, мысалы, реализммен ат салса, реализм қарапайым адамға сол атын айт. Өйткені ол, мынау әдемілеп салған дейді. Бірақ суретші үшін, мысалы, ана картинада жан жоқ екенін сездіреді. Ішкі жан дүние бәрі жақсы эмоция, бірақ мен логикалық тұрғыдан түсіндірген жақсы көрем. Логикалық тұрғыдан осы абстракционизмнің не екенін түсіндіретін. Мысалы, қара квадрат. Мысалы, логикалық тұрғыдан түсіндірсек та, Малевичтің өзі айтады, абстракционист теориясын зерттегендердің бәрі айтады, абстракционизмнің, оның ішінде футуризмнің, оның ішінде жаңағы сюрреализмнің, оның ішінде жаңағы супражизмнің ең бастысы, ең басты жетістігі бұл форма мен түстің үндестігін табу дейді. Солай ғой. Форма мен түстің үндестігі. Қара квадрат бұл форма мен түстің үйлесуі. Екеуі үйлесуі, ол өз алдына. Сосын рухани әлем бар. Және де мынау біз алып қарайықшы, қазақтың сөз бар ғой. Төртеуі түгел болса, төбедегі келеді деген. Немесе төрт қабырғаң тең болсын дейді, төрт құбылаң тең болсын. Мысалы, төрт деген ол өзі сондай бір ерекше мынау төрт жақ. Соны көрсеткен, сол символды да алып қарауға болады. Осы ой маған өте ұнап тұр. Қазақ жасылды көктей береді. Көктейміз, Неге? Көкшөп. Өйткені көктеу, өсіп өну деген мағынада көгеру, даму. Ал тіршілік бұл аспаннан. Көк аспан. Көк. Сондықтан қазақтар малдың да түсін шатастырып, сұратты көк ат дей береді. Ағатты сұрат дей береді. Сол өзінің бір мағынасы бар, қазақ. Демек, әр түстің, әр форманың өзінің мағынасы бар, соны табу ма мақсат? Мысалда жаңа бізде қазақтарда ең керемет жақсы нәрсені қара дейміз. Қара, черный квадрат. Қара деген қазақта ұлы деген мағынада. Өте үлкен, зор деген мағынада. Қазақ үшін, түркі әлем үшін черный квадрат, қара квадрат дегеніміз ең түркі әлем үшін керек дүние. Енді төрт қабырға, төрт құбыла, мысалы, қара деген сөзі, қара. Бірақ егер тарихи контекстке келетін болсақ, бұл қиын кезеңде туындаған мәселе ғой. Мысалы, кейбір өнертанушылар, Малевичтің биографтары барлық бір ауыздан айтады. Малевич 35-ші жылы қайтыс болды ғой. 35-ші жылы қайтыс болған дұрыс болған, өйткені 37-те сотталар еді дейді. Оны қудалады ғой, қудалауға түсті. Бұл қудалауды көрген адам. Қара квадратпен басқа қандай аналогия туындайды? Бұл 20-шы ғасырдың символы болып тұр ғой. Енді ол осы уақытқа дейін символ. Мысалы, қазір қарап тұрсақ, бүкіл пригласительный дейді ғой, шақыру қағаздарын алып қарайға, мысалы, ақ қағазға, мысалы, қара бір элементтерді қосып қойған екі ақ түстермен, мысалы, дизайн жасайды адамдар. Ол қандай керемет. Соның бәрін алғашқы болып Малевич көрсетіп кетті да, кейінгі мына дизайнерлер үшін ол негізгі демиург болып есептеледі. Бірақ шын мәнінде Малевичтің квадраты өте қарада емес, ағы өте ақта емес қой. Кез келген өнердің дамуы үшін сол өнерді тұтынатын орта керек. Әрине, орта болмаса, суретшіні бағалайтын адам болмаса, суретші дамымайды деп ойлаймын. Сендер өздерің, мысалы, Ренат, сен қай стильде салған жақсы көресің? Мен әртүрлі бағыттан. Енді импрессионизм ғой негізі мен. Импрессионизм, Ал мысалы, сенің өтімді ақшаға деп отырмын ғой, сатылатын шығармаларын қай стильде? Кәсіби адамдарға өзімнің жан дүниемнен шыққан жұмыстарын айт. Қарапайым адамдарға
мен көңілімнен шықпаған жұмыстардың қайсы дейсіз? Сатылатын, көңілімнен шықпайтын өлі картиналар жазу, яғни реализм жазу. Ол тапсырыс па? Тапсырыспен реализм жазсам, Иә. ол өлі картина. Сол қарапайым адамдар. Бірақ ол өтеді. Ол өтеді. Ал өзіңнің ойыңнан шыққан, жүрегінен шыққан, өтпейді. Малевич сияқты жүрегінен шыққан шынайы картиналарым, тірі картиналарым қарапайым адамдар. Мен мысалы бүгінгі заманның тынысын сезбеймін мен біздің көркем өнерден. Бүгінгі әйтеуір ілініп тұрғандардан. Менің ата-бабамды салып берші, жаңағы нені салып берші. Жоқ, қоғамның сұранысы сол болып тұр ғой. Сұраныс сол, бірақ негізі сіз дұрыс айтып отырсыз. Осыны қалай жарып шығуға болады? Жоқ, былай қоғамның сұранысы бар. Жоқ, қоғамды тәрбиелейтін суретшілер бар. Бірақ та былай айтуға болмайды, суретшілер дамымай жатыр, Қазақстан суретшілер деп. Қоғамдық көзқарас болсын, сондай деңгейде болсын, мейлі. Бірақ сол бағытта салу керек та, керек болса, ақша табу үшін. Бірақ қосымша өзінің бағытында алып жүрген суретшілер жетеді. Біздің қазақтың суретшілері, мынау қазақ, қырғыз, өзбек, мынау суретшілер өте жоғары деңгейде сурет салады. Біз мынау қарап тұрсақ, әлемдік деңгейде біздің суреттеріміз ешқашан ешкімнен кем емеспіз. Сондықтан біз артқа қалып қойып, кенжелеп қалдық, сурет өнері біз кенжелеп қалдық деп айта алмаймын. Қазақстанның суретшілерін таныту үшін не керек? Миф жасау керек па? Миф жасап, реклама жасау керек. Реклама жасау керек. Ол қалай айтса екен, бірінші патриоттар болады. Мысалы, Малевичті орыстың патриоттары қолдап жіберді. Патриот деп отқанымыз қамқоршылар ғой. Қамқоршылар, иә. Бүкіл әлемде өнерге қамқоршылық ететін сол қоғамның, сол ұлттың дейікші, байлары. Бейнелеу өнері заманның бейнесін салады, дұрыс па? Заманның портретін жасайды. Бүгінгі қазақ дәуірі. Ренат, бүгінгі мемлекетімізді, бүгінгі заманымызды, қазақ қоғамын сен қалай бейнелер едің? Қандай стильде бейнелер едің? Қандай түспен бейнелер едің? Енді бұл жерде мен түрлі түсті бояуларды жақсы көремін. Менің картиналарыма қарасаңыз, түстердің жаңағыдай құбылып атқанын көрсетемін. Айтады ғой, буйство красок дейді. Сондықтан мен қазақ қоғамын осы әр түрлі түстердің жаңағыдай құбылып тұрған түрін көрсетіп салар едім деп ойлаймын. Өйткені бізде әр түрлі бағыттар бар, әр түрлі ойлар бар, әр түрлі мақсат міндеттер бар, әр түрлі жаңа көзқарастар бар. Сондықтан ол әр түрлі түстер арқылы көрсетер едім. Әр түрлі құбылмалы өмір ғой енді. Құбылып тұрған. Қысқасы, көк түс, ортасында дөңгелек, бір жағында ою ту шығады, оның астына жаңағы жайылып жүрген қойларды, жаңағы қой бағып жүрген шалды кигіз үйді салып қойсаңыз, Әбілхан Қастеевтің картинасы шығады. Қой бағып жүрген бұрынғы заман ғой, біз тарих болып қалды ол бізде. Қазір енді заман басқа ғой, енді қазір урбанизациялық, аграрлық сектордан біз урбанизацияға көштік қой. Сондықтан қазіргі бағытта енді кішкене басқаша бейнелеу керек сияқты да. Осы сөзің дұрыс секілді маған хабардың соңында, өйткені өзің айттың, біз урбанизацияға көштік, бірақ тұрмысымыз көшкенмен санамыз әлі көшкісі келмей жатқан секілді. Сосын біздің баяғыда творческий интеллигенция деген сөз болатын, жазушыларымыз, музыканттарымыз, өнердегі адамдарымыз кешеуілдеп жатқан секілді осы жолда. Әлі бүгінгі күннің сипатын бере алмай. Мета әлемде жүрміз дейсіз ғой. Біз әлі сол орта ғасырда, біздің поэзиямызда, сол киномызда, сол ата-бабамызды дәріптеп жүрміз. Ал өзіміздің кім екенімізді түсінбеген секілді. Сол дұрыс шығар. Сол ата-бабамыз дәріптеп, сол біздің болмысымыз, қазақтың болмысы сол шығар. Есі сол. Солай жүре берейік па? Ол біздің өзіміздің болмысымыз шығар. Бәлкім сол. Біз енді әртүрлі жанрды көріп жатырмыз ғой? Көреміз да, анау енді біздің ішкі болмысымыз ғой. Ішкі болмысымыз болғанда енді. Мүмкін сол да шығар. Оны да біз отрицать етпеуіміз керек. Заманауи бағытта знаковый живопись дейді ғой. Бір басқаша қылып жеткізу керек деген сияқты. Енді оны біз бәрібір суретшілер, бәріміз экспериментатормыз ғой. Экспериментатор. Біз картина жазған кезде біз қатты ойлануды да талап етпейміз. Біз картинамен адам кенеппен
адамның байланыс келген кезде, өзіміздің алдымызда тұрған кезде, сол кезде бір әлем пайда болады арамызда. Сол кезде басталады. Қысқасы, сол кезде сеземіз. Суретті талдағаннан гөрі көрген артық қой. Одан да біткен картинаға қарап, соны талдаған. Олай болса, хабарға келіп пікір салысқандарға рахмет. Жетістіктерің мол болсын. Ал біздің хабарымыз осымен тәмам. Соңында дәстүрлі цитата, оны айтқан атақты суретші Казимир Малевич. Малевич айтады: нүктеден басқа ештеңені аңғару мүмкін емес. Сол себепті әрегідік қоғамда наразылық тудыратын супрематистік шеңбер мен квадрат түріндегі нүктелер пайда болады. Алайда өмір жолының соңында әркім бастапқы нүктеге, демек өз-өзіне қайтып оралады. Сау болыңыздар.